Дүниеге келеді адам, кетеді адам. Кімге қоныс болмаған дүние жалған. Алланың бұйрығына дауа барма, өзі берген өмірін өзі алған. Сіз жоқсыз арамызда, жылап қала бердік біз артыңызда. Орның қалдау, ордай асыл әке. Не қыларсың, не істерсің бұл тағдырға? Не істерміз, өмірге бағынамыз, еске алып, өзіңді жабығамыз. Сол бір асыл бейнеңді жан әкетай, аңсаймыз да, бәріміз сағынамыз. Құрметті қауым, қымбатты ағайын туыстар, қымбатты да, ардақты да бажам Раушанбек Әлиұлы ортамыздан ол дүниеге кеткеніне де бір жыл өтіп жатыр. Қаншама жылдар өтсе де, Жекең есімізде үлкен жүректі, адал, жанашыр, еңбекқор, сүйетін және сүйікті жар болып қалатыны күмәнсіз. 53 жыл бұрын Раушанбек пен Несіпкүл екеуі Шымкентте студент кезінде махаббаттың арқасында неке қиып, жас семья болып, біздерге менен кейінгі Эрик, Абжал марқұм қуанышқа бажа болайық деп жол ашып берген Раушанбек еді. Сол кезде жас студенттер ешқандай қиыншылықтарға қарамай, Жекеңмен Несіп пәтер жалдап, оқумен бірге еңбек жолын бастап сынақтардан өткен. Адал еңбек етіп, екеуі де Қызылордада да, кейін Алматыға көшкенде де үлкен мекемелердің басшылық лауазымдарында мол абыроймен қызмет атқарды. Махаббаттың сезімімен отбастары кеңейіп, ұл қыздары өмірге келді. Әке ананың қуанышына екі алтын қыздары Гүлмира мен Ботагөз мықты қанатты болып, баласы еркін туылды. 2004 жылы үлкен қайынбикеміз Рыскүл мезгілсіз осы өмірден озғаннан кейін Раушанбек пен Несіпкүл Нұрсұлтан баласын өздеріне бала етіп қолына алған. Раушанбек пен Несіпкүл балаларын өсіріп, өндіріп, оқытып, жақсы тәрбие беріп, ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, жақсы 1000 жылдық құдаларды тапты, алтын немелерін сүйді. Бүгінгі күні Гүлмира, Ботагөз, Еркін, Нұрсұлтан жанұялармен бірге аяққа мықты тұрып, көрген алған тәрбиелерін Раушанбектің ұрпақтарына беріп жатыр. Біз 5 бажа болып, 4 аяқта бота тату, 2 аяқта бажа тату демекші, өзімізді бақыттымыз деп санаймыз. Бір-бірімізді іздеп жүретінбіз, кездескенде қонғанымызға шек болмайтын, қалжыңдарымызда жарасатын. Бірақ тағдыр солай жазылған шығар. Ертерек ортаншы бажа Абжалдан айырылдық. Енді міне Раушанбектің кеткеніне де жыл өтті. Раушанбек бажамыздың жатқан жері жайлы болсын. Жарық, топырағы торқа, жаны жанатта, иманы саламат болсын. Аумин. Ұмытылмас сабырлы мінезің, жақындарыңның болдың тірегі, ата-анаңды ерекше сыйлаған ұлы едің, ұрпағын мәңгі дұғамен жүреді. Асқар тау қамқоршы әке едің, досқа адал таптаза жүрегі, кең бейіл асыл жар аяулы, жақыныңның барлығы біледі. Тәрбиең ұрпаққа өнеге, құламас сен салған кереге, Раббым алдыңнан жарылқап,
жол болсын жәннаттың төріне. Алладан кейінгі шеберім, жан әке жан жүрегім, самғасам күш қуат демеуім, сүрінсем тірегім, қалдырмас аязға ызғарға, алыбым асқар тауым. Жан әке қасымда сіз барда, арайлы әр таңым, әр қашанда бейік көретін. Өзіңді әке ойлаумен талай түн өткен, сүйеді анам ұрпағын іңкәр жүрекпен. Сондықтан болар от толып болған өзекке, хафизде сені көтеріп көкке жіреткем. Сездірмей жанға жан сарайымды құлыптай, бейнеңді әке сақтаумен жүрем суытпай. Өзіңе деген кіршіксіз таза сезімді өтемін әке, жамандық ешбір жуытпай. Арасында жатарсың тыныш көппен, сырымды қара тасқа айтып кетем. Бір Аллахтан өзіңе жәннат сұрап, үнсіз ғана іштей жылап қайтып кетем. Жетеді мен үшін жан әке, сіздей ақ болғаным, әр қашанда бейік көретін мен басқадан. Менің әке ең жақсы адам. Менің әке ең жақсы адам. Әр қашанда бейік көретін мен басқадан. Менің әкем ең жақсы адам. Менің әкем Әке, сіздің өмірден озғаныңызға 1 жыл өтті. Бірақ біз үшін сіз әлі де жанымыздасыз. Жүрегімізде, естеліктерімізде, әр жылы сәтте. Сіз біз үшін жай ғана әке емес едіңіз. Сіз біздің тірегіміз, қорғанымыз, кең жүректі мейірбан жан болдыңыз. Сіздің сабырлы, нық, таныс даусыңыз әлі күнге дейін құлағымызда. Сіз әрдайым тыңдай білдіңіз, түсіне білдіңіз, демеу бола білдіңіз. Сіз бізді сөзбен емес, ісіңізбен шын жүректен жақсы көрдіңіз. Немерелеріңіздің жанында жүргенде жүзіңіз нұрланып тұратын. Олардың күлкісін естігенде өзіңізде қуанып, бірге ойнап, үйретіп, жанында болуға бар уақытыңызды бөлдіңіз. Сіз қамқор әке, адал ұл, жанашыраға болдыңыз. Барша туған туыс бауырларыңызға әрдайым қол ұшын беріп, мейірімділік таныттыңыз. Анамызбен бірге көпшілікке шын жүректен көмек көрсетіп, жақындарыңызға сүйеніш бола білдіңіздер. Бажаларыңызбен ерекше қарым-қатынаста болып, туған бауырларыңыздай жақсы көрдіңіз.
сіз шынайы, адал дос бола білдіңіз. Сізбен сырласуға да, кеңесуге де, тіпті үнсіз отырып-ақ жақ тыныштығын табуға болатын. Анамыз үшін сіз өмірлік серік, сенімді тірек болдыңыз. Сіздердің араларыңыздағы сыйластық пен сүйіспеншілік біз үшін шынайы жанұяның үлгісі болды. Сіз жүрген жеріңізде, қол тиген әр істе өз ізіңізді қалдырдыңыз. Сіз бұл өмірден өтсеңіз де, естеліктерде, әдеттерімізде, бізге қалдырған жылылықта бізбен бірге бола бересіз. Сіз әрдайым жүрегіміздесіз, әке. Мейіріміңізге, қамқорлығыңызға, бізге берген махаббатыңызға алғысымыз шексіз. Біз сізді жақсы көреміз. Әкеден асқар жоқ екен, әкенің сөзі оқ екен, қарайып жүрсе қасыңда уайым қайғы жоқ екен. Өзің жайлы айта алмаймыз тауысып, ел айтады, жұрт айтады жарысып. Көпшіліктен алған алғыс сауабың жатқан шығар рухыңменен қауышып. Әке, көзден кеттіңіз мәңгі жырақтап, сенбей сізді көп іздедік біз жылап. Кетіпсіз ғой бұл өмірден мәңгіге, о дүниені мекен қылып тұрақтап. Әке деген асқар тауың, орманың, әке деген жұбанышың, қорғаның. О адамдар, бар кезінде әкені қадірлейік, өкініште болмағын. Адам мәңгі жүрмейді, бұл жалғанда, көнеміз ғой тағдырдың салғанына. Көзімізге ыстық жас келеді, әке, өзіңді сағынып еске алғанда. Бәйтеректей әулетке сая болған, бәрінен де мейірімін аямаған. Жәннатта жаның болсын, рухың биік, өзіңдей қайда бізге аяулы адам. Жалғап өскен ағайынның арасын, қайран әке, бір төбе дарасын. Тірі болса артыңдағы ұрпағың, әкешім, мәңгі есте қаласың. Қол жайып әумин деп бата оқып, жүреміз талай барып қабіріңе. Мейіріммен жымиған күлкіңізді еске алып, мәңгілікке сағынамыз. Жатқан жерің, жан әке, жайлы болып, сәуле шашып тұрсыншы қабіріңде.